Құрғақ қымыз болашақта ірі экспорттық тауарлардың біріне және еліміздің ұлттық брендіне айналуы мүмкін. Өйткені бие сүтін құрғатып, ұнтақ күйінде нарыққа шығаратын отандық серіктестіктің өніміне шетелден сұраныс түсе бастаған. Тіпті Қазақстанның құрғақ қымызы жылқы сүтін құрғатуды әлемде алғаш болып бастаған Германия өнімінен де жоғары бағаланады екен. Толығырақ тілші материалында. Тарихи деректерге сүйенсек, жабайы жылқылар қазіргі солтүстік Қазақстан облысының аумағында шамамен 5000 жыл бұрын қолға үйретіле бастапты. Содан бері адамзат баласы жылқының еті мен сүтін азық ретінде пайдаланып келе жатыр. Алайда бие сүтін құрғатып, одан құрғақ ұнтақ алу ең алғаш рет осыдан 10 жыл бұрын Германияда басталса, ал елімізде бұл істің қолға алынғанына небәрі 5 жыл болыпты. Семейден таяқтастам жердегі игеру шаруа қожалығы саумал құрғатуды 2011 жыл бастаған. Сол кезден бері түрлі зерттеулер жүргізіліп, сублимацияланған бие сүтінің пайдалы қасиеттерін дәлелдеген. Алайда бұған дейін ерекше өнімді тапсырыс берушілерге арзанға өткізуге мәжбүр болған. Жақында құрғақ саумал отандық дәріханалар мен шетелде бөгетсіз сатуға мүмкіндік беретін арнайы сертификат алыпты. Реализуем у себя на территории нашей республики. Қазір ұнтақталған саумалды республика аумағындағы дәріханаларда сату бойынша келісімге қол қойып жатырмыз. Сәйкестік сертификатын 28 тамызда алдық. Өніміміз әлемдік стандартқа сай. Зертханалық тексерістер әрбір өлшемге жеке-жеке жүргізіледі. Яғни өнім шығарған сайын біз оны зертханаға береміз. Сосын сертификациялық комиссияның қорытындысынан соң ғана қаптама бөліміне жөнелтеміз. Проводится на каждую партию отдельно. Құрғақ саумал өндіру 4 кезеңнен тұрады. Біріншісі әрине сауын. Мұнда сауыншылар қолын арнайы ерітіндімен зарарсыздандырады. Екінші кезең жаңа сауылған сүтті тоңазытқышта -40 градуста жылдам қатыру. Себебі саумалдың пайдалы қасиеті 20 минут ішінде жойылып кететін көрінеді. Алайда саумалды сублимациялық құрғату тәсіліндегі заманауи жетістіктер бұл кемшіліктерді жойып, өнім пайдалы қасиеттері мен балғындығын сақтайды. Үшінші кезеңде мұздатылған саумал буға ауысып, содан құрғақ ұнтақ алынады. Яғни соңғы технология жасалынған сублимациялық аппаратта сүт судан бөлінеді. Өйткені бие сүтінің 90% судан тұрады екен. Ал ең соңғы 4-ші кезеңде дайын өнім алып жүруге әрі сақтауға ыңғайлы вакуумдық қаптамамен қапталады. Енді жылқы сүтінің ерекшелігі ана сүтіне ең жақын жылқы сүті альбуминдік қасиетке көптеген ауруларға ем болып табылады. Мысалы жүрек, қан тамыр аурулары, өкпе, бауыр, бүйрек, асқазанды тез қорытылады, оңай қорытылады. Және ағзаны қалыпқа келтіреді, тезір. Жаңартады ағзаны. Бие сүтінде адам ағзасына қажетті 40 түрлі биологиялық компонент бар. Небәрі 500 мл бие сүті ағзаның С дәрумені деген бір күндік қажеттілігін толық қамтамасыз етеді екен. Сублимациялық құрғату әдісімен алынған бие сүтінің тағамдық құндылығын бақылағанда, оның саумалмен салыстырғанда ешқандай айырмашылық жоқ екені анықталған. Міне мынау жаңадан сауылған табиғи саумал. Ал мынау құрғатылған түрі. Мамандар айтуынша екеуінің құрамындағы пайдалы қасиеттер бірдей. Құрғатылған түрінде барлық дәрумендер толық сақталады. Ендеше қазір дәмін көрейік. Шынымен дәм бірдей екен, еш айырмашылық сезілмейді. Шипалы өнімнің құрамында адамның иммунитетін арттыратын С витамині көп. Керісінше холестерин аз. Бір қызығы, саумалды құрғату ісі Германияда басталса да, Қазақстанның өніміне сұраныс жоғары екен. Себебі мамандар Еуропадағы жылқы қорада бағылады дейді. Еуропа елдерінің, Ресейдің ғалымдармен, профессорлармен бірге жұмыс істедік. Ол кісілердің айтуы бойынша біздің сүтіміз өте құнарлы. Жерімізге, шөбіміздің әртүрлілігіне байланысты, суымызға байланысты өте жоғары баға беріп жатыр ғалымдар. Бірегей өндіріске шикізат цех іргесіндегі сауын залынан келеді. Қазір мұнда 55 сауылады. Күніне 6 рет сауылғанда шамамен 100 литр саумал алынды, бұдан 10 келі құрғақ ұнтақ шығады екен. Болашақта бұл көлемді 3-4 есеге дейін арттыру көзделіп отыр. Себебі қазірдің өзінде Солтүстік Корея, Германия сияқты елдер отандық өнімге сұраныс түсірген. Құрғақ саумалдың әлемдік нарықтағы бағасы қымбат. Келісі 68 мың теңге. Бірақ нарықты игеру үшін бағаны сәл төмендетеміз. Өнімнің өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндігіміз бар.
Әзірге бағаны 30 000 көлемінде ұстап тұрмыз. Ал ел аумағындағы дәріханалар арқылы сату үшін бағаны бұдан да төмендетеміз. Для снижения себестоимости. Семейлік цех құрғақ саумалды екі түрлі қаптамада шығарады. 20 граммдық қалташада және балалар тағам үшін 200 граммдық мөлшерде. Ал жалпы құрғақ саумал медицинада, тамақ өндірісінде, косметологияда, ғарышта кеңінен қолданылады. Содан болар, бұл өндірістен кейін іле-шала құрғақ саумал шығару ісі Қарағанды, Павлодар және Алматы қалаларында жалғасын тапты.